аласы сыртында болғаны қандай жақсы. Ертең көңілін қаларау деп уайымдамайсың. Аласыны ішіне жасырған адамнан абайла. Бүгін мен маңырап, артын ашатын Жигули момақан терісін жамылған жемқор болып десем сенесіңдер ме? Алдымен арнаға жазыл, мал монологын бастайды. Мандатыңды алып, төспелігіңді тағып, былғары креслоға жамбасын жабысып, жайбарақат отырсын ба? Рахаттануға ерте, Жигули көке. Сүйек сындырып, мазақ болған кезіңмен енді жылап көрсесің. Жамбыл облысы Кеңес ауылының тұрғындарына Жигули деген сөз құлақтарына түрпідей тиет, қаны қайнайт, жыны ұстайды. Неге? Өйткені ол көкем кезінде осындағы жұрттың сеніміне кіріп, 10 000 гектардан астам жайылым жердің құжатын алған. Құр жатқанша Казэксим атты компаниясы пайдаланса, сендерге де ақша болады деп басында тыйын тастаған. Артынан банкрот болдық деген желеумен өзі 1,5 миллиард теңгені жұтып, зым-зия сивантос болған. Ұят қайда өзің? Адамгершілік бар ма? Меркі ауданының әкімі сол кездегі Рысмендиев мырза өзінің лауазымын пайдалана отырып үкім шығарады бұл кісілерден жерді алып қою туралы. Халық одан беймәлім, олар білмейді ол мәселені. Халықтан жерді алып қою туралы қаулыдан кейін 2006 жылы Жигули Дайрабаев өзінің компаниясына алып қойған жерлердің бәрін БТА банкқа залогқа қойып 1 миллиард 530 миллион 819 мың теңге алады. Ол банктан 2007 жылы 16 ноябрьда алынады. Ол дәлелдің бәрі бізде бар, қағаз жүзінде. Енді маған сен бір елессің. 4 түлікке күні қараған тұрғындардың бұл күні мал бағатын жайылымы қалмаған. Жигулидің кесірінен жер талан-таражға түскендіктен егінде ег алмайды. Осындай Кеңес ауылының қарғысына қалса да Жигулиің былқ етпейді. Ол кісіні осы депутаттық мандатынан алып тастау керек. Себебі осы жерде қаншама 200-ден асқан Кеңес ауылының тұрғындарын қанға қақсатып, жерін осы уақытқа дейін пайдаланбай отыр. Әркім өзінің тиесілі жерді пайдаланамай отыр. Міне, сол кісінің кесірінен. Сен бісің? Мүмкін. Хей, қалқамай! Мұрты майланған, жағдайы сайланған, ішкені грацио, пішқаны икра, Жигули Дайрабаев жұрт жанайқайын шыбын шаққан құрлы көрмейді. Жерді тартып алды деген компанияда 5 жыл атқарушы директор болғанын жасырмайды. Бірақ 1 метр жер алмадым деп беті былқ етпейді ау. 2003 пен 2008 жылдары жұмыс істегенім рас. Бірақ та Меркі ауданында 1 гектар жерім жоқ. 1 гектар жерім жоқ. Мен Құдайдың алдында да, халықтың алдында да, арымда, ұятымда таза. Мен сол мынау атқарушы қызмет атқардым. Боқтың өзі судың бетіне қалқып шығады. Жұрттың айтқаны жалған, өзінікі ақ деген Жигулидің де өзімен аттас көліктей бір күні сынып, түтіндер сәті туар. Еді, арнаға жазыл, пікір қалдыр. Малдың айтары алда.